Дәмі өте керемет, шоколадты корждар мен крем-чизден тұратын сан вупи пай тортын дайындаймыз. Маралмен бірге болып, видеоның соңына шейін көріңіздер. Коржын дайындау үшін бізге осы экрандағы заттар қажет болады. Құрғақ заттарымыз ұн, какао қопсытқыш, үшеуін бір ыдысқа салып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Шоколадымызға сары майымызды қосып, микротолқынды пеште 10-15 секунд сайын араластыра отырып, ерітіп аламыз. Міне дайын болды, енді оны суытуға қоямыз. Өзіміз бөлек ыдысқа жұмыртқамызды, шым-шым тұзымызды және құмшекерімізді салып, миксердің ең төменгі жылдамдығына бастап, жайлап жылдамдықты ұлғайта отырып, көлем жағына ұлғайып, ағарғанша миксерлейміз. Сонан соң миксерлеу тоқтатпай, шоколадты массамызды жайлап құя отырып, араластырамыз. Соңынан құрғақ қоспаларымызды електен өткізе отырып, бірнеше этапқа бөліп, қосып, жақсылап миксердің көмегімен араластырып аламыз. Біздің қамырымыз дайын, ол осындай болып шығады. Өзімізге ыңғайлы болу үшін кондитерлік қапшыққа салып аламыз. Пергамент қағазының бетіне трафарет арқылы кез келген санымызды сызып аламыз. Бұл трафаретті кондитерлік дүкендерден алсаңыздар болады. Қамырымызды шетінен бастап, тура видеодағыдай құйып шығамыз. Қамырымыздың барлығын құйып шыққан соң, арнайы палетканың көмегімен тегістеп шығамыз. Менде бір санынан 3 дана шықты. Қалған қамырымызды осылай домалақтап печеньелер жасап аламыз. Оны біз сәндеген кезде қолданатын боламыз. Дайын болған корждарымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 10-12 минут пісіріп алатын боламыз. Кремін дайындау үшін бізге мұздай, творожный сыр, сливки және қант ұнтағы қажет болады. Мұздай сливкиімізді миксердің орташа жылдамдығында сәл қоюланғанша миксерлейміз. Сливкиіміз дайын болды. Енді оған електен өткізілген қант ұнтағын қоса отырып, тағы да араластырамыз. Мұздай творожный сырымызды алдымен бөлек ыдыста араластырып, іртігін кетіріп аламыз. Сонан соң оны сливкиімізге қосып, барлығын жақсылап миксердің көмегімен қою крем болғанша миксерлейміз. Миксерлеу барысында шамадан тыс миксерлемеңіздер, немесе сливкилеріңіз бөлініп кетуі мүмкін. Біздің креміміз дайын болды. Ол өзінің формасын жақсы ұстап тұратын және бір текті масса болып шығады. Енді оны арасындағы ауасы қалып кеткен болса, барлығын араластырып шығарамыз. Сонан соң ыңғайлы болу үшін кондитерлік қалташаға салып аламыз. Корждарымыз піскен кезде өзінің формасын жоғалтады. Сол себепті трафареттің көмегімен артық корждарымызды алып тастаймыз. Коржымызды қойып, арнайы 807 деген насадканың көмегімен осындай шариктер шығарамыз. Бір жасағаннан сіздерде мінсіз шарик шықпауы мүмкін, бірақ қолдарыңыз жаттықтыра келе, шариктеріңіз әдемі болып шығады. Тура осы видеодағыдай барлығын әдемілеп жасап шығамыз. Арасына шоколад мен сливкиімізді микротолқынды пеште ерітіп алып, суытып, сонан соң осылай құйып шығамыз. Келесі коржымызды қойып, оғанда дәл жаңадегідей шариктер шығарамыз. Бетіне осындай шариктер шығарамыз. Бізде бәр жоғы 3 корж және бірнеше печенье шықты.
Ең беткі жағына шоколад құюды ұмытпаймыз және өз қалауымыз бойынша әсемдеп сәндеп шығамыз. Өте жұмсақ, нәзік, дәмділігі тіл үйретіндей пупи-пай тортымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау саламат болыңыздар.